Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен квашни капустаның қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі осындай бір капуста. Мен тазалап жуып қойдым. Және де 2 сәбіз қажет болады. Және тұз. Мінекей капустаның ортасынан бөліп аламын. Содан кейін ұзынша қылып, жіңішке қылып турайтын боламын. Барлық капустаны мінекей осылай турап аламын. Енді осының үстіне мен 2 сәбізді қазір теркіден өткізіп, осы капустамыздың үстіне салатын боламын. Және де барлығын өткізіп болғаннан кейін қолдың көмегімен жайлап осылай араластырамыз. Одан кейін дайын жуылып таза тұрған банкілерімізге осы капустаны салатын боламыз. Ең бірінші мен астына 5-6 түйір қара ірі бұрыштардан салдым. Содан кейін мінекей осылай туралып дайын тұрған капустаны салдым. Содан кейін қолдың көмегімен басып жібереміз. Осылай қолдың көмегімен баса отырып, осы банкымызды толтырамыз. Мінекей, видеода көріп тұрғандағыдай дәл осылай салып шығасыздар. Менде осындай 2 литр банкіден біреуі толды, біреуі жартылай болды. Енді осының үстіне қазір мен тұз себелеймін. Мінекей 1,5-2 литрге 1 қасық, толмағанға жарты қасықтай тұз салдым. Және де қант қостым. Мен толық қанша қосу керектігін еще төменде описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Мінекей, енді осылай кішкентай оқтаудың көмегімен осылай барлығын нығыздап басып шығамын. Біздің осы капустамыз 1 сутка тұру керек. Өзінің соғы шығып бөліну керек. Сондықтан осылай нығыздап басып, бетін крышкамен жауып, 1 суткаге осылай қойып қоямын. Мінекей, осылай қойып қоямын. Содан кейін келесі күні алып оны, мінекей көріп тұрғандағыдай біздің капустамыз азайды, суы бөлініп, осылай кішірейді. Енді осыны біздер ауа кіргізу үшін осылай түбіне дейін ауаны жіберу керекпіз. Пышақтың көмегімен барлығын осылай тесіп шықтым. Содан кейін тағы да бетін жауып қоясыздар. Ауасын шығардым. Енді бетін жауып тағы да жарты күн немесе 1 күнге қоя тұрамын. Мінекей, біздің капустамыз, квашни капустамыз дайын болды. Көріп тұрғандағыдай суы өзі бөлініп шықты. Мен ешқандай да су қосқан жоқпын. Капустаның өзінің суы шығып,
Мінекей біздің квашеный капустамыз дайын болды. Енді осыны тамақпен қосып жеу беруге болады. Көріп тұрғандай керемет суы көп болып шықты. Кейбір капустаға да байланысты. Менде капуста жас капуста, свежий капуста болды. Мінекей біздің квашеный капустамыз дайын. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.